Казахстан поднялся со 124 на 113 место. Эти данные огласила глобальное антикоррупционное движение. Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не, және онымен не үшін күресу қажет? Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік құрылымдардың экономика аясында қылмыстық құрылымдармен біте қайнасуы, сондай-ақ мемлекеттегі лауазымды адамдардың, қоғамдық және саяси қайраткерлердің сатылғыштығы, парақорлығы, өзінің қызметтік мәртебесі мен өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де бейқызметтік мүдделер үшін пайдалану жолымен жеке игіліктерді алу әрекеттерінен көрініс табады. Өкінішке орай сыбайлас жемқорлық мемлекет қызметкерлеріне де тиіп отыр. Осындай оқиғалардан кейін халық мемлекет басшыларына сенуден қалады. Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлықпен күрес бастауыш мектептерінен бастап үлкен мемлекеттік мекемелерінде де жүргізілуде. Сондықтан біз Қазақстан жастары сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз.